Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой. Таразда ең ауыр амал қандай дегенде көркем мінез деп айтты да. Көркем мінез таразда ең ауыр болатын не екен? Амал екен, құрметті ағайын. Ең ауыр болатын амал екен. Сол үшін жәннатқа кіруімізге себеп болатын ұлы амалдың бірі біздің мінезіміз екен. Мінез ақлақымыз. Сол үшін барынша біз өз мінезімізді реттеуіміз керек. Міне баршамыз қазір білім алып жатырмыз ғой. Біз мінезімізбен жұмыс жасауымыз керек. Өзіміздің іс-қимылымызбен, сөздерімізбен, жүріс-тұрысымызбен жұмыс жасауымыз керек. Бізде жақсы жаққа өзгеру болу керек. Пайғамбар қалай болды? Адамдармен қалай мәміледе болды? Алла субхана ва тағаламен қандай байланыста болды? Біз барлығын білуіміз керек. Дене соның барлығын біз бойымызға сіңдіруіміз керек. Алла субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде «Инна Аллах ла юғайру ма би қаумин хатта юғайру ма би анфусихим» дейді. Егер де адам баласы бір қауым өзін өзгертпейтін болса, Алла субхана ва тағала ол қауымды өзгертпейді дейді. Біз білім алып, өзіміз жақсы жаққа өзгертпесек, өзіміздің мінезімізді тәрбиелемесек, дұрыстамайтын болсақ, тек қана біліміміз бізді өзгертіп қоймайды екен. Өйткені адам өзі әрекет жасау керек. Алған біліміне адамның өзіне әрекет жасап, Алладан жәрдем сұрау керек екен. Сол үшін біздің алып жатқан біліміміз, әдеп ақлақымызды, мінезімізді дұрыстамады ма, ол бізге пайда берген жоқ. Білеміз, біз әрқашанда о Раббым бізге пайдалы білім бер деп дұға қыламыз. Аллахумма инна насалука илман нафиан. О Раббым бізге пайдалы білім бер деп дұға етеміз. Ал бұның екінші жағы бар екен, зиянды білім де бар екен. Білім екі түрлі болады. Қияметте тозаққа ең бірінші тасталатын үш адамның бірі ғалым адам. Алла сақтасын. Ол білім бізге пайда бермесе, сөзсіз зиянын береді, айтып қояйын. Пайда бермейтін білім, Алла сақтасын, біздің жүзімізде екі өмірде де артқа сөйлейді, қараңғылыққа сөйлейді, Құдай сақтасын. Сол үшін біз алған біліміміздің пайдалы болу үшін оған амал етіп, мінезімізді торлауымыз керек.